Классикалық әндердің майталмандары Мирас пен Құралай бүгінде қазақ сахнасынан өз орындарын тапты. Олардың өнері мен шығармашылығын жанкүйерлері үнемі бақылап отырады. Алайда жұлдызды жұптың қалай табысқанын көпшілік біле бермейді. McFirst 1. Мирас пен Құралай қалай танысқандарын КТ телеарнасының басты рөлде бағдарламасында айтты. Өте керемет кез, студенттік шағымыз. Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның студентіміз. Құралай 2 курс менен төмен оқыды. Bir күні Шпизман деген дирижер Құралайдың даусына ғашық болып, неке қию сарайына жұмысқа шақырады. Көптеген жұпты үйлендіріп, Құралай шаршайды. Содан неке қиюдың басшысы, қасыңда дуэт болып ән айтатын жұбың болса, сен де шаршамас едің деп, өз ұсынысын білдіреді деп бастады сөзін Мирас Бекжанов. Bir жағы ерлі зайыптылар отау көтерген күні жұптардың ән салғаны дұрыс деп тапқан басшылар ақырында дегендеріне жетеді. Құралай консерваториядағы досы Мирасқа ұсыныс жасап қасына ән айтуға шақырады. Қуана келістім. Талай жастың некесін қидық. Олардың әке-шешелері біздің балаларымыз сияқты бақытты болыңыздар деп баталарын беретін. Құдайға шүкір, сол үлкен кісілердің баталары қабыл болған шығар, бақыттымыз деп жалғады сөзін Мирас. Біз екеуміз 3-4 жылдай бірге жұмыс істедік. Әбден бір-бірімізге үйреніп кеткенбіз дейді Құралай. Содан оқуын тәмамдаған Мирас сахналас досына сезімін білдіріп, оның диплом алатын күнін күтетінін, одан кейін Ақтөбеде той өткізетінін айтыпты. Серігінің ұсынысын қабыл алған Құралай той көйлегін қалай таңдағанын еске алды. Айтуынша Мирас ата-анасы барлығы көлікке отырып, Ақтөбедегі ең қымбат той салонына барған. 69 000 теңгеге көйлек алдық. 2000 жылы ол дегеніңіз үлкен ақша болатын дейді Құралай. 2000 жылы шаңырақ көтерген жұп бүгінде 4 баланың ата-анасы, 3 қыз, 1 ұл болып отыр. Айтпақшы, өздері өнер иелері болса да, Мирас қыздарының әнші болғанын қаламайды екен. Қыздарымды өнерге жақындатқым келмейді. Себебі өнер жолы қиын жол. Әнші болса, ертең оған қандай ата-ене тап болады? Қандай жар тап болады? Отбасылық бақытына кедергі келтірмейді ме? Осындай ойлар келеді. Кейбіреулер айтады, неге олай айтасың? Құралай да әнші. Сен де жүрсің оның қасында. Бақыттысыңдар деп. Бірақ бәріне мендей күйеу қайда? Дейді Мирас қалжыңдап. Мирас пен Құралай ән өнерінде классикалық және эстрадалық бағытты қатар алып жүрген жұптардың бірі. Мирас 1974 жылдың 25 сәуірінде Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Ақтөбедегі Жұбанов атындағы музыкалық колледждің дирижерлік бөлімін, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының вокал бөлімін тәмамдаған. Құралай 1976 жылы 8 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Грачи ауылында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі. Айта кету керек, осыдан біраз уақыт бұрын Асыл жарым атты алғашқы ән жинақтары жарық көрді. Сонымен қатар Мирас Құралай вокалдық орталығы ашылды. Жұлдызды жұп алдағы уақытта Ақтөбе, Талдықорған және Павлодар қалаларында концерт бермек. Ал 2015 жылдың қыркүйек айында отбасы күніне орай Алматы қаласында кеш өткізеді. Бүгін 23:30 түнгі студияда әншілердің жарасымды әзілге құрылған сұхбатын ұлттық арнадан көріңіз. Алматыда әншілер Мирас пен Құралай Бекжановтардың қызы Кәмшаттың ұзату тойы болды. Бұл туралы желіде әнші Жазира Байырбекова айтып берді. Мирас пен Құралайдың қыздарының ұядан ұшқан күні. Кәмшаттың бағы баянды болсын. Сізге де осындай той жұғысты болсын деп жазды әнші Instagram желісіндегі стористе. Той қонақтарының алдына Кәмшатты әкесі Мирас әнімен алып шықты. Тойды белгілі тележүргізушілер Берік Көшербекұлы және Майя Веронская жүргізген. Бұдан бөлек тойда жұлдызды жұптың өнердегі достары қолдап келген. Желіде тараған видеодардан Роза Рымбаева, Тамара Асар, Шахизада, Айгүл Иманбаева, Қанат және Света Айтбаевтар, Жанар Айжанова, Ғанимен Бота, Қуаныш пен Қарлығаш дуэті төбе көрсеткенін байқауға болады. Мирас пен Құралай үйленген кезін еске алды. Әнші Құралай Ақбосаға аттағалы барынша абыройлы келін болуға тырысып жүргенін алға тартты. Белгілі әншілер Мирас пен Құралай әлеуметтік желіде видео жариялап, үйленген кезін еске алды деп хабарлайды. Ақпарат порталы
Бүгінде ерлі зайыптының шаңырақ көтергеніне 24 жыл болған. Әнші Құралай Ақбосаға аттағалы барынша абыройлы келін болуға тырысып жүргенін алға тартты. Оған қоса өнер иесі өз ата-анасы мен енесіне алғысын айтты. Аллама шексіз шүкір етемін. Кеше ғана шаңырақ көтерген сияқты едік, 24 жыл қалай зымырап өте шыққанын байқамай да қалдым. Қазақта ер жігіттің аты жақсы болса бір бақыт, алған жары жақсы болса 1000 бақыт деген бар. Сол себептен қолымнан келгенше осы уақытқа дейін артымнан жаман сөз естіртпей, абыройлы келін болуға тырысып келе жатырмын. Мені өсіріп, тәрбиелеп, оқытып, тоқытқан ата-анама 1000 алғыс. Олар қазіргі таңда ортамызда болғанда менімен мақтанар еді деп ойлаймын. Осындай керемет отбасыға келін болып түскеніме бірінші Аллаға, сосын мамамызға алғысымды айтамын. Осылай жарқырап, жайнап, Мирас пен Құралай болып жүргеніміз мамау сіздің арқаңыз. Осы уақытқа дейін мамамды ешқашан ене деп айтып көрмегенмін. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Мама, ғұмырыңыз ұзақ болсын, балаларыңыз бен немерелеріңіздің қуанышы мен жетістіктерін көре беріңіз. Бірлігіміз бен сыйластығымыз ұзағынан болсын деп жазды әнші. Жұлдызды жұп Құралай мен Мирас жастардың тез ажырасып кетулерінің негізгі себептерін атады. Олардың ойынша қазіргі жастар дайын нәрселерге үйреніп алған. Яғни артық күш жұмсап, еңбектенгілері келмейді. Бұл туралы Астана арнасының ел аузында бағдарламасында айтылды деп хабарлайды тілшісі. Еріншектер көп болып кеткен сияқты. Жастар шаруа жасағылары келмейді. Дайын нәрсеге үйреніп алған. Ата-анасы әдетте үйленгеннен кейін бөлек шығарып жатады. Бір шетінен жастар тым ерке сияқты дейді Құралай. Ал әнші Мирас ата-аналарға жанжалдасып жатқан жастардың арасына килікпеуге кеңес берді. Меніңше жастардың арасына ата-аналары мүлдем кіріспеулері керек деп ойлаймын. Қанша жерден жылап келсе де, қабылдамаулары керек. Қазақта баланы аяма деген сөз бар дейді Мирас. Өнерде де өмірде де бірге жүрген жарасымды жұп Мирас пен Құралайға жылқы жылы өте құтты жыл болды. 6 айға созылған үй құрылысы аяқталып, өнер жұлдыздарының ішіндегі ең үлкен 3 қабатты зәулім сарайдың қожайындары атанды. Бұл үйге жұмсалған қаржы да қомақты. Енді жаңа жылда еліміздің шоу-бизнес өкілдері сарайдың қоныс тойын тойлауға келмек. Алматыдан үй саламыз деп әншілеріміз бір жылдың ішінде 15 кг салмақ тастап елді таңғалдырды. Соған қарағанда үй салу оңай соқпағанға ұқсайды. Тағы бір қуаныш. Жақында Мирас мырза, бейбітшілік әлемі халықаралық творчестволық бірлестігінің мәдениет майталманы медалімен марапатталды. Отбасы үшін бұл көптен күткен жақсы жаңалық болды. Өйткені өнер саласына өз үлесін қосып жүрген, шәкірт тәрбиелеуде де үздіктердің қатарында жүрген жұлдызды жұп еңбектерінің жемісін көргендеріне алғыс білдіруде. Сонымен қатар Мирас пен Құралай дуэті тәуелсіздік мерекесінің алдында желтоқсан айының 12-сі Семей қаласында туған жерге тағзым атты есеп беру концертін бермек. Естеріңізге сала кетсек, Құралай Семей өңірінің тумасы. Мереке алдында өз жерлестеріне әсем көңіл күй сыйлап, шығармашылық жаңалықтармен таныстыру перзенттік парызы деп біледі. Ендеше әншілерімізге келе жатқан жаңа жылда құтты болсын, және шығармашылық табыстары көбейе берсін деген тілек айтамыз. Сахнада қол ұстасып, бірге өнер көрсетіп жүрген әнші жұп Мирас пен Құралайдың өнеріне де, махаббатына да сүйсінген жандар жетерлік. Әнші жұп бір-бірін сүйіп қосылса да, өмірде қандай қиыншылықтарға тап болғанын әңгімелеп берді. Мирас пен Құралай, бала сүйе алмай көрпе астында жылап жатқан кезіміз көп болды. Бұл туралы New Old Kids Actor бағдарламасында айтылды. Мирас пен Құралайдың шаңырақ құрғанына 19 жыл уақыт өткен. Бүгінде 4 бала тәрбиелеп отыр. Алайда олар бұл бақыттың оңай келмегенін айтады. Жаңа отау құрған қос әнші біраз жыл бала сүйе алмаған. Алайда тағдырдың сынына мойымай, жұбын жазбай бірге күрескен. Бастапқы жылдары бала сүйе алмадық. Құралайға дәрігерлер ешқашан бала сүйе алмайсың деді. Түнімен көрпе астында жылап шығатын түндеріміз болды. Құралай мені төркініме апарып таста деп жылайтын. Мен қайын жұрттан ұялдым. Ер адам жыламайды дейді. Бірақ бізге ауыр соқты. Қазір Құдайға шүкір 4 баламыз бар. Алла осындай бақыттан айырмасын деді әнші. Мирас жарымен неке қию сарайында танысқанын айтты. Махаббат бір көргеннен болмаса да бірте-бірте ара қатынас сезімге ұласқан. Бүгінде бір-бірінсіз өмірін елестете алмайды.
Мирас пен Құралай қазіргі қазақ эстрадасындағы танымал өнерлі жұптардың бірі. Екеуінің де сахнада да, өмірде де жарасымды тандемге айналғаны көрерменнің көңілінен шығып, оларды ел сүйікті етіп отыр. Мирас, жас болса да, дауыс диапазоны кең, сахнада өзін еркін ұстай білетін дарынды әнші. Ал Құралай нәзік болмысымен, сахналық мәдениетімен және жанды дауыстағы орындау шеберлігімен көзге түседі. Бұл жұп тек кәсіби тұрғыдан емес, сонымен қатар өмірлік серіктес ретінде де бір-біріне тірек бола білетін, өнер мен отбасын қатар алып жүрген жандар. Олар жастарға үлгі болып, қазақ музыкасын жаңа деңгейге көтеруге өз үлестерін қосып жүр. Қорытындылай келе, Мирас пен Құралай бір-бірін толықтырып тұратын, шығармашылық пен отбасылық өмірді үйлестіре алған, халықтың ыстық ықыласына бөленген жарасымды жұп.